Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тағамның рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мінекей өте күшті, прям сочный болып тұратын тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Және гарниріне осындай күріш қосып бердім. Өздеріңіз білесіздер, гарниріне не қоссаңыздар да. Мен осылай күрішпен жасадым. Неге осындай күшті болып шықты, дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі асқа, түскі асқа да болады. Алдымен фаршты аламыз. Мінекей жарты килограммдай фаршты алып, оған бір бас жуаны турап саламыз және аздап тұз салып бұрыштаймыз. Және қалауларыңызша приправа қоссаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер. Мен бұрыш және тұз қосып, бір бас жуаны алып, оны да ұсақтап турап, осылай қостым. Бәрін қосып, бастарын біріктіріп аламыз, яғни бәрін қолымыздың көмегімен дайындап аламыз деген сөз. Және кішкене май қостым, сары май. Одан кейін жұмыртқамызды аламыз, яғни 4-5 жұмыртқаны алып, азғантай тұз қосып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, яғни барлығы біркелкі, массаның бәрі біркелкі болуы керек. Сондықтан жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Оған сүт құйдым, яғни 1 стакан сүтімізді құямыз, аздап тұз салып, бұрыш саламыз, сосын мінекей аз-аздан барлығын осылай қайтадан венчиктің көмегімен араластыра бастаймыз. Осылай араластырып шығамыз. Мінекей бұл массамыз да дайын, және де фаршымыз да дайын. Мінекей енді кеселерімізді алып, яғни бір кесені аламыз да майлап шығамыз, яғни фаршымыз жабысып қалмас үшін жан-жағын бәріне сары май жағып, кеселерімізді дайындап аламыз. Мінекей кесеміз дайын. Енді бұған осы фаршымызды саламыз. Фаршымызды жағалап, яғни кесенің барлық шетіне жайып тұрып, дөңгелетіп тұрып, жағып шығуымыз керек барлық кесеге. Осылай жағып шығамыз, қолдың көмегімен ыңғайлап отырып. Мен кеселерінің бәріне осындай қылып, ішіне фаршымызды жайып дайындап алдым. Менде 7 кесе шықты, яғни орташа кесемен, кішкентай кесеміз, орта кесемен 7 кесе шықты. Осылардың бәріне фаршымызды жайып шықтым. Одан кейін астына азғантай ірімшік қосамыз, яғни сыр қосамыз. Үккіштен өткізілген, барлығына жеткілікті қылып, көз мөлшерімен салып шықтым. Қалауларыңызға байланысты көп салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз біледі оны. Одан кейін помидорды салмаймыз, мен салып жіберіппін. Бірінші жаңа дайындаған немізді құямыз. Мінекей қоспамызды құя бастаймыз, азғантай бетіне өстіп кесенің ішіне құямыз. Одан кейін сосын барып қызанағымызды, яғни помидорды, содан кейін барып саламыз. Бетіне осылай саламыз да, тағы да кішкене үккіштен өткен ірімшігімізді, сырды салып қоямыз азғантай. Барлығына мен осы жеткілікті қылып, мөлшерден бәріне жеткізіп құйып шықтым. Одан кейін барлығын бетіне помидорымызды, яғни қызанағымызды саламыз, барлығын бетіне бір-бір штуктан, яғни бір-бір тілімнен салып шығамыз бәрінің бетіне. Осылай салып шықтым. 180 градуста 45 минут пісіріп алдым. Осындай гарнирін қалауларыңыз біледі, өздеріңіз. Мен күрішпен жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шықты.